Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Қайдауыл Едігеұлы жайлы, яғни Қайдауыл батыр жайлы. Қайдауыл 1766 жылы кіші жүз руы шекті қырғыз тармағынан тараған аса ерліктермен белгілі. Оның бірі түркмендерге қарсы шапқыншылығында жеті батырын жекпе-жекте жеңген, кейін башқұрттарға қарсы шапқыншылығында Назар батырды қолға түсіріп мал-жанға алмастырып алған жайлы, және де Сырымдатұлының көтерілісіне үлкен атсалысқан және Жем мен Жайық жағасындағы бекіністерге шапқыншылықтар үнемі жасап отқан орыс әскеріне қарсы. Бүгінгі айтайын деп отқан әңгімеміз батырдың жас кезіндегі ерліктері, яғни Көтібар батырмен бірге жасаған жорығы қалмақтарға қарсы. Бірде барымтада қалмақ елінен қайтып қашып келе жатып, Көтібар батыр жас батырды сынағысы келіп, Қайдауылға сен мына қалмақтарды күзіре тұр ұстап, біз мына қырдан асып кеткенше деп жақсы деп қалып Қайдауыл батыр. Көтібар батыр қырдан аса бері бір шабарманын айтады: жас батырды бақылашы, не істейді екен деп. Бір шабарманы қарап тұрса, Қайдауыл батыр қырға шығып бір тастың қасына барып, садағымен жебесін алып шығып тастатады да бір айналып кетіп қалады. Арттан қуып келе жатқан қалмақтар да сол тасты бір айналып өзінің ауылдарына кетіп қалады. Таң қалған шабарман: соншама не істеді Қайдауыл? Жаудың өзі беті кейін қарайды қайтатындай деп. Барып қараса, Қайдауылдың жебесі тас екі айырып тастаған екен. Сол жайлы болған оқиғаны шабарманы Көтібарға айтады. Көтібар айтады: біздің батыр тегін болмай тұр, әруақты екен. Көрсеткен ғой қалмақтарда, мына тастың өзі сынып тұр, одан да мықты болсаң кел деп. Қалмақтардың қорыққаны шығар ауылдарына кетіп қалған деп. Содан бері далада Қайдауыл батырдың аты шықса бәрі қорқатын болған. Комментарий жазып каналды қолдап отырсаңыздар үлкен үлес қосар едіңіздер. Және де өздеріңіз білген мағлұмат жайлы немесе тұлғалар жайлы болса комментарийге жазыңыздар, сол жайлы видео шығарамын.